Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз пеште шырынды, дәмді әрі осындай қызарып тұрып піскен гриль тауығын дайындайтын боламыз. Мені қолдап, каналға тіркеліп, қоңырауша мен лүпілді басуды ұмытпаңыздар. Алдымен тауығымызды жуып, салфеткамен жақсылап кептіріп аламыз. Енді тұз, базилик, орегано шөптері және де паприка бұрышын жақсылап араластырып, тауығымызды маринаттаймыз. Тауыққа толықтай маринадымызды жағып болған соң, кемінде 2 сағат маринаттауға қойыңыз. Тауықтың терісін аршып, ішкі жақтарына маринатты жақсаңыз, біркелкі болып маринатталып, өте дәмді болып шығады. Тауығымыз маринатталып болған соң, үстіне жағатын соус дайындаймыз. Ол үшін 3 ас қасық сұйық май, 3 ас қасық қышша, 2 ас қасық балды қосып, жақсылап араластырып, тауығымыздың ішкі сыртқы жақтарына барлығына жағып шығамыз. Тауығымыздың аяқтарын байлап, тауықтың төс еті құрғап кетпес үшін үстіне фольганы ораймыз. Енді тауығымызды 180 градус қызып тұрған пеште 50 минут ұстап, содан соң тауықтың төсіндегі фольганы алып тастап, пешті 200 градусқа дейін асырып, 10 минут төсіміз қызарғанша пісіреміз. Пісіру барысында бөлінген шырынын тауықтың үстіне құюға ұмытпаңыздар. Сол кезде біркелкі әдемі болып қызарып шығады. Видеода көріп тұрғаныңыздай өте жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Тауықтың төсін жауып пісіргендіктен төс еті өте шырынды әрі нәзік болып піседі. Әдеттегідей сіздермен бірге болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздерді әрдайым қызықты рецепттермен қуантып отыратыныма сөз беремін.